Сенің ұбыты тапсырған досың. Прикинь, 3 телефон алып керем ғой, короче, үшеуін де алып қояды ғой. Қасыма жақсы оқитын бір қыз отырып қалады да, 2 сабағын белгілетіп алам, қалған мынауға тұрғасын. Тура камераның алдына отырып қалам ғой, қимылдатқызбайды ғой, ойлашы. Туалетке кірем да, шпорымды қарап аламын да, бір сабағымды ше, шпордан. Сөйтіп шығып қалсам, тура алдында комиссия тұр ғой, алып кел шпорыңды деп қояды ғой. Я бұны 100-ден асады ғой, бір где-то 103-105 бар ғой, смело. Комиссия апай айтады ғой, короче, шпор пайдалана беріңдер, бірақ камера көріп қоймаса болды дейді ғой. Артында отырып алып, шпор бергесін. Прикинь, ойлаш, математиканы тарихқа белгілеп қоямын да, тарихты математикаға белгілеймін ғой. Тарихым 20 шығып кетеді, математика бытшыт болып жатыр. Орыс тілге бәрін А деп белгілей сағасың ғой. Жоқ дегенде 4-еу дұрыс шығады ғой деп ойладым мен. Таңертең бәріміз жиналамыз да мектепке, ары қарай мешітке барғансың, одан ары қарай ұбт-ға барғансың. Тексеретін апай бар ғой. Тура менің қасыма тұрып алған ғой, до конца кетпеді ғой. Че там, досым, ұбыты не болды? Қойшы, ауылға барып, спытуға ма, педколледжге ма тапсыра саламын. Мектебім сағынышым. Ралико, бұл рэп ұбытыдан құлаған бауырларға арналады. Мұңайма бауырым, мұңайма қарындас, сені күтіп тұр, колледждер есігін ашып, желаниян қашып, аяғын сасып, сен түгілі колледж бітірген, Қайрат Нұртас, еще свач. Мешітке бардың, әулие араладың, бірақ ол жақтан ешнәрсе таба алмадың, сабақтан қаштың, әлемден қадалғаның бәрі есте. Не істейміз, ішеміз ба кешке? Не плачь, родной, біздің орнына пешке, қарнымыз тоқ, қолдан напитки, келші, сюда деньги. Бля, не болып кетті, елки. Апайлар айқайлайтын, ештеңем жетпейді деп, қанша тест тапсырдың, 50-ге жетпейсің бе, 2 жыл тағы қалдың, еңбек етпейсің бе? Я, айуана, ондайың бар, 9-дан кейін кетпейсің ба? Ебуск нахуй. Ну-ка. Диджей, блядь. А вы думали? Блядь, кепку нельзя. Так. Баба Вика, слушай! Помните одну фразу, все будет, но не сразу. Помните одну фразу, все будет, но